Құрметті көлік жүргізушісі, сіз істен шыққан ескі көлігіңізді жоюға тапсыруды электронды түрде жүргізе аласыз. Ол үшін recycle.kz сайтына кіресіз. Бастапқы бетте көлік қабылдау деген түймешені басасыз. Сол жерде екі бағдарлама көрсетілген: ақшалай өтемақы және жеңілдік сертификаты. Бірінші бағдарлама бойынша жеңіл көлігіңізді тапсырып, 200 мың теңгеге дейін ақшалай төлемақы ала аласыз. Екінші бағдарлама бойынша ескі жүк және жолаушы көліктерін жеңілдік сертификатына айырбастауға болады. Берілетін сертификат құны жүк көліктерінің санатына байланысты. Осы бағдарлама бойынша ауыл шаруашылық техникасы да қабылданады. Олардың құны санатына және жиынтығына байланысты бағаланады. Қазақстанда жасалған кез келген жаңа көлікті сатып алатын кезде жеңілдік сертификатын пайдалануға болады. Электронды кезекке тұру үшін кезекке тұру нүктесін басу керек. Егер сіз бұған дейін сайтқа тіркелсеңіз, жеке кабинет арқылы кіруіңізге болады. Ал егер тіркелмеген жағдайда міндетті түрде тіркеуден өту қажет. Тіркелу үшін көкпен белгіленіп тұрған тіркеу сілтемесіне басасыз. Сол жерде жеке сәйкестендіру нөмірі, аты жөні және пароліңіз бен байланыс нөмірі көрсетілген жолақты тегіс толтырып шығасыз да тіркеу түймешесін басасыз. Одан әрі қарай тіркелу кезіндегі жеке сәйкестендіру нөміріңіз бен пароліңізді енгізіп, жеке кабинетіңізге өтесіз. Одан әрі қарай істен шыққан көлігіңізді тапсыратын қаланы таңдайсыз және көлік өткізетін екі бағдарламаның бірін көрсетесіз. Сертификат бағдарламасын таңдаған кезде өткізетін көліктің қандай санатқа жататындығын белгілеу қажет. Көлік санаты белгіленгеннен кейін істен шыққан техниканы қай күні және қай сағатта тапсыруға болатын тізім шығады. Осы жерде өзіңізге ыңғайлы уақытты таңдап, электронды кезекке тұрасыз. Кезек алғандығыңыз жеке кабинетіңізде көрініп тұратын болады.